Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым. Бүгінгі біздің сабағымыз тригонометриялық функциялардың қос бұрышының және жарты бұрышының формулалары деп аталады. Біз өткен сабағымызда синус, косинус, тангенс, котангенстің бұрыштарының қосындысы, яғни екі бұрышының қосындысы және айырымының формулаларын қарастырған болатынбыз. Мына бірінші формулаға жазып қойдым. Осындағы альфа мен веттаны тең деп алайық. Яғни бізде сабақтың тақырыбы қос бұрыш деп отыр. Демек, мына жердегі бұрыш біреу емес, екеу, яғни екі альфа дегендей болып тұр. Олай болатын болса, біз мына жерге синус дейміз да, альфа плюс веттаны орнына альфаны қоямын. Сол кезде мына формулаға саламыз. Синус альфа көбейтілген косинус альфа плюс косинус альфа көбейтілген синус альфа. Не көріп отырмыз? Екеуінде бірдей мәндер синус альфа, косинус альфа плюс косинус альфа, синус альфа. Осы жерін тоқтата тұрайын да, астына жаңадан былай жазайын. Синус альфаге альфаны қоссақ 2 альфа тең синус альфа, косинус альфа. Мына жерде де синус альфа, косинус альфа. Екеуін қоссақ 2 синус альфа, косинус альфа болады. Мынау бізде бүгінгі шыққан бірінші формула. Мен мына жерде мыналар жұлдызша деп қояйыншы балалар, Айтпаса қазір мына жаққа мен бірінші, екінші формула деп белгілеймін ғой. Мынаны 2 жұлдызша қояйын. Бір жұлдызша формуладағы мән мына 2 жұлдызшадағы формула мына түрде болсын. Біздегі мынау бүгінгі сабағымызға қажетті бірінші формула біз дәлелдеп шығардық. Екінші формула мұнда да осындай альфа мен веттаны тең қылып алғаннан кейін косинус альфа плюс альфа, веттаны орнына альфа қойып жатырмыз. Сол кезде косинус альфа, мына веттаның орнында косинус альфа кетеді. Минус синус альфа көбейтілген тағы да синус альфа. Әрі қарай косинус альфа мен альфаны қосқанда 2 альфа, шақшаны қажет жоқ бізге, тең косинус альфа мен косинус альфаны көбейтсек косинус квадрат альфа. Минус синусқа синусты көбейтсек синус квадрат альфа. Бұл бізде екінші формула. Яғни қос бұрыштың синусы бірінші формуламен, қос бұрыштың косинусы екінші формуламен анықталады. Қазір бізде тангенс және котангенстардың қос бұрышы бойынша жазамыз. Сол кезде тангенс альфа плюс веттаның формуласын білеміз. Бізде бөлшек болды. Тангенс альфа плюс тангенс ветта бөлімінде 1 минус тангенс альфа көбейтілген тангенс ветта. Қазір жаңағы альфа мен веттаны теңестіріп алғаннан кейін бізде болады тангенс альфа плюс альфа. Мына жерде дәл осындай бөлшек тангенс альфа плюс, енді тангенс веттаны орнына бізде екінші бұрышымыз тағы да альфа болғандықтан тангенс альфа дейміз. 1 минус тангенс альфа көбейтілген тангенс альфа. Қазір жинақтайтын болсақ осы формуланы тангенс альфаге альфаны қосқанда 2 альфа тең бөлшек тангенс альфаге тангенс альфаны қоссақ 2 тангенс альфа болады. 1 минус тангенс альфаге тангенс альфаны көбейтсек тангенс квадрат альфа. Мынау бізде үшінші формула. Келесі котангенс. Өздерің білесіңдер, котангенс альфа плюс веттаны жазған кезде бізде мына тангенс пен котангенс бір-біріне кері болғандықтан мына бөлшекті кері айналдырып жазғанбыз. 1 минус тангенс альфа көбейтілген тангенс ветта бөлшектің алымында бөлімінде тангенс альфа плюс тангенс веттамен шығарған. Демек, біз мына түргідегі формуланы жинақтап, немесе тангенс 2 альфаны орнына бірден мына жерден котангенс 2 альфа тең деп мына бөлшекке кері бөлшекті жазсақ болады. 1 минус
тангенс квадрат альфа. Яғни мына жерде альфаның орнына веттаның орнына альфа қойып жатырмыз. Сосын тангенс альфаға тангенс альфаны қосқан кезде 2 тангенс альфа. Мінекей бізде бүгін осындай 4 формула шықты. Қазір енді жарты бұрыш бойынша формулалар қарастырамыз. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз 90% теория. Бүгін осы тақырыпқа мен 2 сабақ арнап жатырмын. Бүгін осы формулаларды қалай пайдаланамыз, қалай қорытып шығардық, соны көрсетемін, және 10% есептен көрсететін боламын. Әрі қарай формулаларды жалғастырамыз. Қазір жарты бұрыштың формулаларын жазу үшін мына екінші формуланы жазып алайын. Косинус 2 альфа тең косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Қазір енді мына осы формуланы қайта пайдаланып, осы теңдіктен енді косинус квадрат альфаны табайық. Ол үшін косинус квадрат альфаны теңдіктің оң жағына қалдырайық та. Косинус 2 альфа тең емес, мына минус синус квадратты мына жаққа шығарып жіберейік. Плюс синус квадрат альфа тең косинус квадрат альфа. Әрі қарай косинус 2 альфа тұра берсін. Плюс синус квадрат альфаны 1 минус косинус квадрат альфа дейік. Тең косинус квадрат альфа. Дәл жаңағыдай косинус 2 альфа плюс 1 тең минус косинус квадратты теңдіктің оң жағына шығарып жібереміз. Косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Теңдіктің сол жағын өз күйінше жазамыз. Косинус 2 альфа плюс 1 тең косинус квадратқа косинус квадратты қоссақ 2 косинус квадрат альфа болып тұр. Осы теңдіктен косинус квадрат альфаны табайық. Косинус 2 альфа плюс 1-ді немесе 1 плюс косинус 2 альфаны қосылғыштардың орнын ауыстырған мен қосынды өзгермейді. Мына тұрғыда жазамыз. Осы теңдіктен косинус альфаны табатын болсақ, тең плюс минус түбір астында 1 плюс косинус 2 альфа бөлінген 2. Міне бұл 7-ші формула бізде. Мынау 7-ші формула, мынаны 7 деп қойсақ, мынау бізде 8-ші формула болсын. Осы 8-ші формула және 6-ші формула бізде дәрежені төмендету формуласы. Енді жарты бұрыштың формулаларына қалай келтіреміз? Қарайық. Мұқият қараңдар, балалар. Мына жерде альфа тұрса, мына жерде 2 альфа тұр. Демек, мына жердегі бұрыштан мынау 2 есе көп. Мына жерде де сондай. Тек синусқа 1 минус болып жазылады, ал косинуста плюс косинуспен жазылады. Қазір барамызда мына жердегі бұрышты жарты альфамен ауыстырамыз. Сол кезде бізде синус деймізде, мына альфаның орнына жарты альфа қояйық. Яғни альфа бөлінген 2 тең плюс минус түбір астында 1 минус бөлімінде 2 косинус деймізді. Косинустың мына жердегі мәні мына бұрыштан 2 есе көп болу керек. Біз формуланы жақарадық қой. Мына 2 есе көп болу керек. Олай болатынса, мына жерде альфаның жартысы болса, мына жерде альфаның өзі бүтін. Келесі косинус альфа бөлінген 2 тең плюс минус түбір астында 1 плюс косинус альфа бөлінген 2. Мінеке біз жарты бұрыштың формулаларын пайдаланып көрсетіп жатырмыз. 8, мынау бізде 9-шы формула болсын, мынау 10-шы формула. Келесі тангенс жарты альфаны табу үшін, тангенс жарты альфа синус жарты альфаның косинус жарты альфаға қатынасы ғой. Мына түбірлер, бөлшектегі түбірлерді бір-бірінен бөлеміз. Сол кезде бір түбір бөлінеді. Бірінші бөлшек өз күйінше қалады. 1 минус косинус альфа бөлу 2 болып, ал екінші бөлшек кері айналады ғой. Яғни 1 плюс косинус альфа бөлшектің бөліміне келеді, ал мына 2 біреу алымында қалады, біреу бөлімде қалады да, олар қысқарып кетеді. Сөйтіп, тангенс альфа бөлінген 2 жарты альфа мына формуламен беріледі. Бұл бізде 11-ші формула.
Енді котангенс шарты альфа, ол бізге қиындық келтірмейді. Мына берілген бөлшекке кері бөлшекті жазсақ болады. 1 плюс косинус альфа бөлімінде 1 минус косинус альфа. Жарты альфа мына жерде. Бұл бізде 12-ші формула. Бізде балалар бүгіндегі айтып, басында сабақтың басында айттым, бүгінгі сабақ 90%, 95% тек қана формуланы қорытып шығаруға, теорияға арнаймын деп айттық. Неке формула бізде теория түрінде келді. Қазір осы формулаларды пайдаланып, 1-2 есептер шығарайық. Ал негізгі есептерді толық формуланы пайдалану бізде 2-ші сабақта қаралады. Мына бүгінгі сабақты 1-ші сабақ деп белгілеп қояйық. А тобындағы жеңіл есептерден бірнеше есеп көрсетейін. 226-да бірінші есеп косинус 2х бөлімінде синус х минус косинус х. Алдыменен косинус 2х-тің формуласын жазайық. Косинус квадрат х минус синус квадрат х бөлімінде синус х минус косинус х. Әрі қарай бөлшектің алымын қысқаша көбейту формуласы бойынша жазсақ, 2 көбейткішке жүктейміз. Косинус квадрат х минус синус квадрат х. Екінші, мына жерде квадраттар жоқ балдар. А квадрат минус в квадрат қой, а минус в, а плюс в. Косинус х плюс синус х бөлімінде синус х минус косинус х. Тең. Мұқият қараймыз. Егерде плюсы бар жақшада орындары ауысып тұрса, ол бізге маңызды емес, қысқарта беруге болатын еді. Ал минусы бар жақшада біз олай қысқарта алмаймыз. Біз былай жасай аламыз. Бөлшек сызып, алымын өз күйінше көшіріп алайық. Косинус х минус синус х және косинус х плюс синус х бөлімінде минус қоямызда, мына косинус х пен синус х-тың орындарын ауыстырамыз. Косинус х минус синус х. Енді барып, мына екі жақшаны қысқартуға болады. Сонда бізде не қалды? Минус косинус х плюс синус х. Немесе жақшаны ашып екеуінде минус таңбамен жазуға болады. Мына жерде балдар бізде косинус квадрат 15х, косинус квадрат 75х, мына жер 70 емес 75х балдар. 75х. Бізде мұның өткен сабағымда былай түсіндіріп айтқамын. Мына жерге жазып кетейін. Косинус, мысалы, неше градус дейік? 15 градус дейміз ба? Оны синус 75 градуспен ауыстыруға болады. Неге? Өйткені мына 15 градуспен 75 градусты қосқанда 90 болып отырса, бірін екіншісі арқылы өрнектеуге болады. Әрі қарай сол қасиетті пайдаланып, косинус квадрат 15 градустың орнына біз немесе мына 75 градус былай жазайық. Косинус квадрат 15 градус көбейтілген косинус квадрат 75-дің орнына синус квадрат 75 деп жазайын. 15 деп деген ғой. Синус квадрат 15 градус деп жазайық. Тең, әрі қарай қараймыз. Мына жазуды, енді мен асықпай жаймен деп түсіндірейін. Косинус квадрат 15, синус квадрат 15 дегенді былай жазуға болады, балдар? Косинус 15 градус көбейтілген синус 15 градус, тағда косинус 15 градус көбейтілген синус 15 градус деп. Біз ештеңе өзгерткен жоқ. Біз тек квадрат дегенді 2 рет жаздық, 2 рет косинус жаздық, 2 рет синус жаздық. Енді, егер мынаның алдында 2 деген сан болса, ол формула беретін еді. Бірақ бізде 2 деген сан жоқ. Оны сол түрге келтіруге болады. Қалай келтіреміз? Ол үшін мына косинустың алдына 2 жазып жіберейік, қорықпаңдар. Мына косинустың алдында 2 жазайық. Мына формула береді. Бірақ бізде олай болмайды ғой. 2-ге көбейтіп, неге сүйеніп көбейтеміз? Ол үшін 2-ге көбейттік, 2-ге бөлдік. Ештеңе өзгерген жоқ. Мына жерде де 2-ге көбейттік, 2-ге бөлдік. Ештеңе өзгерген жоқ. Түсінікті ғой. Әрі қарай, яғни мына алдында тұрған 1 деген коэффициентті 2-ден 2 деп жазып алдық десеңдер болады.
Әрі қарай мына жердегі 2-ден 1-ді жазып қояйын да. Мына жерде 2-ден 1 деп жазып, 2 косинус 15 синус 15-ті синус 30 градус деп жазам. Яғни синус 2 альфаның формуласы бойынша. Көбейтілген. Мына жерде де дәл сонда 2-ден 1-ді жазып аламын да. 2 косинус альфа синус альфа. Яғни 2 синус альфа косинус альфа дегенді беріп тұр. Оғанда 2 синус 30 градус деп жазсам болады. Тең. Мына 2-ден 1 мен 2-ден 1-ді көбейтсе менде болады 4-ден 1. Әрі қарай синус 30 градуста бізде нешеге тең? 2-ден 1-ге тең ғой. Көбейту 2-ден 1. Көбейтеміз. Тағы да мына жерде синус 30 градус 2-ден 1-ге тең. Тең. Барлығын көбейтсек 16 бөлімі алымы 1. Яғни мына есептің ықшамдап алғандағы мәні есептеп формуланы пайдаланып есептеп шығарғанымызда мәні 16-дан 1-ге тең болды. Мінекей құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мен қайталап айтам, бүгін бір сабақ өттік, 90%-ды теорияға жұмсадық. Келесі сабақ бізде практика, екінші сабақ В деңгейден, С деңгейден және А деңгейдегі кейбір қиындығы бар есептерден шығарып толық көрсететін боламын. Біздің сабақтарымыз ұнаса арнамызға тіркеліп, өздерінің пікірлеріңді қалдырыңдар, достасын, достарыңызбен бөлісіп отырайық. Келесі сабақта кездескенше.